Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Шолпан. Бүгін мен сіздермен бірге дәл осындай аджика жасайтын боламыз. Бұл аджиканың ерекшелігі, сіздер бұны морозильникте сақтап отырмайсыздар. Тіпті бөлме температурасында сақтауға да болады. Ең алдымен бізге қызыл ащы бұрышымыз, қызыл тәтті бұрышымыз, қызанақ және де чеснок қажет болады. Қанша грамм қажеттігін описанияға жазып кетемін. Ең алдымен чесногымызды жекеше бөліктерге бөліп аламыз. Бөліп алған чесногымызға қайнап тұрған су құйып 15 минутқа қойып қоямыз. Қайнаған су құйған себебіміз чесногымыздың қабығы ашылуы оңай болады. Сонан соң видеода көріп тұрғандарыңыздай қызанақтарымызды кішігірім бөліктерге бөліп турап аламыз. Қажет емес жерлерін алып тастағанымыз жөн болады. Жаңа айтып өткенімдей, бұл аджиканы біз тіпті бөлме температурасында сақтауымызға да болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай бізде уже қызанақтарымызды турап болып қалдық. Қызанақтарымызды тураған соң қызыл тәтті бұрышымызды ішіндегі дәнтерінен тазалап, жақсылап буып алып, оны да дәл осылай турап шығамыз. Себебі еттартқыштан өткізгенімізде өзімізге жеңіл болып тұрады. Және бұл аджикаға ешқандай дәмдеуіштер қосудың қажеті жоқ. Дәні болмау керек, алып тастаймыз. Міне қызыл тәтті бұрышымызды жақсылап дәндерінен тазартып, жуып тазалап алдық. Енді тәтті бұрыштарымызды бөліктерге бөліп турап аламыз. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай. Енді ащы бұрыштарымыздың басын осылай алып тастаймыз. Дәнін тазалаудың қажеті жоқ. Ащы бұрыштарымызды дәл осылай тазалап аламыз. Келесі кезекте ыстық су құйып қойған чесногымызды жақсылап тазалап аламыз. Ыстық су қойған себебіміз бұның қабығының ашылуы өте оңай болады. Сіздерге де осындай кеңес беремін.
Міне барлығын осылай жуып тазалап турап алып болғаннан кейін ет тартқыштың көмегімен ең алдымен чесногымызды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Сонан соң қызыл ащы бұрышымызды екеуін бір ыдысқа өткізіп ала берсеңіздер болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ащы бұрыштың дәнін аламыз, осылай дәнімен бірге ет тартқыштан өткізіп жібереміз. Ащы бұрышымызбен чеснокты ет тартқыштан өткізіп болғаннан кейін қызыл тәтті бұрышымызды ет тартқыштың көмегімен өткізіп аламыз. Дәл солай қызанағымызды да ет тартқыштың көмегімен өткізіп дайындап аламыз. Міне барлық зат дайын болды бізде. Осы дайын болған затты қазанға бірінші ең алдымен қызанағымызды, сонан соң қызыл тәтті бұрышымызды және чеснок пен қызыл ащы бұрышымызды салып аламыз. Қазанның астын жағып, жақсылап қайнатамыз. Араластырып, видеода көріп тұрғандарыңыздай міне біздің аджикамыз қайнап шықты. Дәл осылай 1-1,5 сағат қайнатамыз. Және қайнап тұрған аджикамызға ең алдымен ақ соус, сонан соң тұз және қант салатын боламыз. Оларды да жақсылап араластырып, кішкене уақыт қайнатамыз. Менде одан да анық көрінбей қалды. Қайнап тұрғаннан кейін осылай болып тұр. Міне аджикамыздың түсі осындай қызыл, қанық, әдемі түс болып шықты бізде. Мен де дайын стерильденіп қойдым банкілерімді алдын ала. Банкілерімізге енді аджикамызды құямыз. Мына ыдысты пайдаланған себебім аджикамыз жан-жағына төгіліп кетпес үшін банканың. Және мен банкілердің қақпағын 10-15 минут қайнаған суда қайнатып алдым. Ол банкының атылып кетпей ішіне кепілдік береді. Дәл осылай банкілерді жауып, бөлме температурасында да сақтай бересіздер. Міне біздің аджикамыз дайын. Өте оңай, үй жағдайында жеңіл рецептпен жасалады. Егер де менің видеом сіздерге пайдалы болып жатса, маған тіркеліп, мені қолдай отырыңыздар.